Саламатсыздар ма? Біз бүгін балабақшаға арналған аспазшының бас киімін жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: 2 ақ қағаз, А4 форматта және көк ручка, қызыл ручка, қайшы, клей қажет болады. Ал енді жұмысымызға кіріссек, А4 форматтағы бір қағазымызды алып, көлденеңмен қақ ортасынан бүктейміз. Қақ ортасына сызық түспеу керек, өйткені ол аспазшының бас киімінің жоғарғы жағы дөңгеленіп тұру үшін қажет. Екі басын клейлеп аламыз. Бұл кішкентай баланың басына кішкентай болып қалмас үшін екінші А4 форматтағы қағазымызды жалғаймыз. Ұзынша қылып, оны да клейлеп алып, екеуін жалғап, жабыстырып клейлейміз. Екі жағында клейлеп аламыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, ортасына дейін қайшымен қиып шығамыз. Қиып болғасын екеуін бірге жалғап жабыстырамыз. Артық жерін қиып кесіп тастаймыз. Енді әдемі көріну үшін қызыл ручкамен өзіңізге ұнаған белгіні салып, шеф-повар деп жазамыз. Міне, қалпағымыз дайын болды. Бұл қалпақ тез дайын болады, әрі әдемі көрінеді. Оған ешқандай да қымбат заттар кетпейді. Бұл видео сізге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, жазылуды ұмытпаймыз.